Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте оңай жасалатын қызыл салаттың, яғни қызыл капуста салатының рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен осындай қызыл капустаны аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осы қызыл капустаны ағылап, жаңағыда не қыламыз? Турай бастаймыз, яғни жіңішке қылып турау керек. Ол үшін мен капустаны екіге айырып алдым. Осылай жарты бөлігін алдым да, жарты бөлігін алып қойдым. Осы жарты бөлік жарайды деп ойлаймын. Осы капустаны алып, жіңішкелеп тураймыз, яғни салатқа жіңішке қылып турай бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай өте ұсақтаған дұрыс. Өйткені бұл капуста сәл қаттылау, сондықтан жеуге ыңғайлы болу үшін өте жіңішке қылып турау керек, майдалап. Осылай алғаннан кейін мен бұларды тағы да бөліктерге бөліп, жіңішкелеп турай бастадым. Осылай. Өйткені капуста қатты, жаңа айтқанымдай, сол үшін өте жіңішке болғаны дұрыс деп ойлаймын. Жеуге салатты ыңғайлы болады сол кезде. Осылай капустаның бәрін жіңішкелеп турап аламыз. Мен жарты капустаны алдым. Осы жарты капустаның яғни бәрінде турамаймын. Тек кешкі асқа жететіндей қылып, қана сондай мөлшерде ғана алдым. Сол үшін өздеріңіз қалауларыңызға қарай жасап аласыздар. Капустаның мөлшерін қарайсыздар. Мен осылай жіңішкелеп турап жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жіңішке болған жақсы. Салат әдемі, әрі жеуге ыңғайлы болады деп ойлаймын. Осылай турап аламыз. Осы капустаны турап болғаннан кейін ыдысқа салдым да, осыны қысамыз, яғни жұмсартамыз. Капустаны қатты қолмен қысып жұмсартамыз. Суы шығу керек оның әрі. Сол үшін қатты қысып бастадым. Көріп тұрғандарыңыздай. Осыны осылай қысып, қолдарыңызбен мықтап қысып. Осылай бәрін турап болғаннан кейін енді қиярымызды аламыз. Яғни осындай жіңішке бір бас қиярды алып, бұны да осылай жіңішкелеп салатқа ыңғайлы қылып турай бастаймыз. Қарап тұрсаңыздар, өте жіңішке қылып тураған жақсы. Жеуге ыңғайлы, әрі салаттың ішінде әдемі болып көрінеді деп ойлаймын. Сондықтан осындай бірінші дөңгелек қылып кесіп аламыз, бәрін турап аламыз. Дөңгелек деп алғаннан кейін бұларды осылай біріне бірін қосып алып, жеке болса да осылай жіңішке қылып турай бастайсыздар, яғни соломка қылып турайсыздар. Салатқа салғанда ыңғайлы, жеуге де ыңғайлы болу үшін осылай қиярларымызды жіңішкелеп турап аламыз. Мен бір қиярды ғана пайдаландым. Өткен салатқа осы жетеді деп ойлаймын. Өзіме кешкі асқа тек бір жеуге ғана дайындап жатырмын. Сол үшін бір бас қана қиярды пайдаландым тек. Егер сіздерге қонаққа болса, онда мөлшерін көбейтесіздер салаттың, яғни қиярдың да. Одан кейін укропты алдым. Көріп тұрсыздар. Укропты алып, шағын ғана укроп алдым, көп емес. Осы укропты алып, бұны да жіңішкелеп, майда қылып турап аламыз барлығын. Сөйтіп, бұны да өзіміздің жаңағы капустамен қияр қосылған салатымызға бұны да саламыз, яғни араластырамыз. Осыны салып аламыз. Қиярдың бетіне саламыз. Одан кейін бір бас, яғни помидорды қызанақты аламыз. Бұны да тура сондай қылып жіңішкелеп, яғни бірінші дөңгелек қылып турап алдым мен. Содан кейін бұны да жіңішке қылып турадым. Өте қатты жіңішке қылудың да керек жоқ сияқты, езіліп кетеді. Сол үшін қатты жіңішке қылмай-ақ турап алуға болады екен. Помидор яғни өте сулы болғандықтан бірден неғып кетеді, езіліп кетеді. Сол үшін қатты тураудың да қажет жоқ екен. Одан кейін, көрдіңіздер, мен бір бас чеснокты алдым да үккіштен өткіздім. Яғни мен үккішім үлкендеу болды, бірақ сонда да үккіштен өткіздім. Майда үккіш болса, сіздерде сол майда үккіштен өткізесіздер. Мен де осы үккіштен бір түйір нені алып, чеснокты алып өткіздім. Осы чеснок жарайды, бір чеснок. Одан кейін бізге керегі аздап тұз себесіздер. Тағамның татымына қарай азғантай тұз септім. Шым деп алдым, тек қана кішкентай, көп сеппедім. Қолымның ұшымен шағын ғана септім.
Содан кейін мен бұған енді жаңағыдай соевый соус қостым. Дәмін кіргізу үшін соевый соустан 2 қасық қостым. Кішкентай ғана ас қасықпен 2 қасық соевый соус қостым. Одан кейін капустаның азғантай жұмсарту үшін кішкене ғана 1 қасықтай, енді 1 қасыққа жетпей салсаңыздар да болады. Уксус құйдым. Кішкене ғана азғантай қасықта толтырмадым, уксусты қостым. Осыларды енді араластырамыз. Қолмен араластырыңыздар, шаншықмен араластырсаңыздар да болады, өздеріңіз қарайсыздар қалай болғанын. Мен осының бәрін енді жақсылап араластыра бастадым. Қандай күшті, прямо түрі де өзі де әдемі. Салатымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк, комментарий жазып кетіңіздер.